Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Құрметті халайық. Бүгін сіздерге Қазақстан үкіметін бір кездері 13 жыл бойы басқарған Нұртас Оңдасынов туралы, Қазақстан халық жазушысы болған Әбіш Кекілбаев ағамыздың мына сөздерін келтіргенді жөн көрдік. Әбіш Кекілбаев былай дейді: Хрущевтің 1962 жылдың ақпандағы Алматыға келген даңғаза сапары тұсында Нұртас Оңдасынов ұсынып жүрген мәселелер арнайы мәжілісте қаралды. Барлығы да Маңғыстауға байланысты екен. Оңдасынов: Маңғыстау табиғи ресурстарға, әсіресе мұнайға бай. Оны барлау мен игеруді қатар жүргізуіміз керек дейді. Хрущев: Бізге Сібірдің мұнайы да жетеді. Маңғыстауға күніміз қарап тұрған ештеңе жоқ дейді. Оңдасынов: Маңғыстаудың өн бойы толып тұрған құрылыс материалы, Ұлытасты елімізде енді қанат жая бастаған құрылыс ісіне кеңінен пайдалану керек дейді. Хрущев: Осы заманғы құрылыс индустриясының наны сенің қайдағы бір табиғи тастарың емес, темір бетон. Неткен кер тартпа надан адамсың деп зіркілдеп ала жөнеледі. Оңдасынов талайдан бері құпия әзірлік жасап, одақтық министрліктердің аузын алып та қойған соңғы ұсынысын Маңғыстауға мақаттан теміржол тарту керектігін айтады. Хрущев оны тыңдағысы да келмей орнынан тұрып кетеді. Бұны көріп, Оңдасынов та қатқыл әңгімеге көшеді. Бұл ұсыныстарым өтпейтін болса, облыстың жағдайы осы мүшкіл күйінде қалады. Оны көріп, басшы болып отыра алмаймын деп, жұрт алдында қызметтен бас тартады. Қаһармандық драмаға лайық осы саяси сахнадан Нұртас ағаның нар тұлғасы мен бар болмысын түгел аңғаруға болады. Бірақ озбыр бастық соның өзіне неге ұнамайтын себебін ашып айтпай, бұл талаққа салып бұрмалап көрсетеді. Бір кезде тың игеруге Оңдасыновтың керталпалықтан емес ұлтжандылықтан ұмтылғанын Хрущев жақсы біледі. Нұртас Оңдасыновтың өмір деректерін жинап, оны кітап қылып шығарып жүрген Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты Гүлсім Оразалиева былай дейді: Мен Нұрекең жайлы айтсам тоқтағым келмейді. Ал ол кісінің 1955 жылдан алдымен 2 жыл облатком төрағасы, кейін 6 жыл обкомның бірінші хатшысы ретінде Гурьев, қазіргі Атырау мен Маңғыстау кіретін облысын басқару үлгісі нағыз елім деген басшының ең озық эталондық үлгісі десек, бір мысқалда артық кетпейміз. Тал ағаш шықпайды деген жерге керек егіп, барлық көкөністі сырттан таситын облысты өз картопымен, өз пиязы, өз капустасымен қамтамасыз еткен кім? Оңдасынов. 8 жылда мал басын 4 есе өсірген кім? Оңдасынов. Қазақстаннан мұнай іздеп қайтесің, біз Татарстан Тюмен мұнайын игереміз деген әпербақан Хрущевтің өзін тыңдамай, Гурьевте Губкин институтының филиалын ашқан, үздіксіз барлау жұмысын жүргізіп, ақыры 1961 жылы Маңғыстау мұнайын атқылатқан кім? Оңдасынов. Бүгінде әлемге әйгілі Ұлытасты құрылыс материалы ретінде қолданысқа қосқан кім? Оңдасынов. Сондықтан да ол кісінің елі үшін еткен еңбегі саналы ғұмырының соңына дейін адалдық пен әділдік жолында қазақ мүддесі үшін барын салғаны халық жадында мәңгі сақталады. Осындай ірі қайраткер болған Оңдасыновтың атын тарихта қалдыру осы ретте Қыздар педагогикалық институтына немесе өзі ашқан басқа да жоғарғы оқу орындарына оның есімін беру, ал мектеп оқушыларына оның адалдығын, әділдігін, халық үшін еткен еңбектерін насихаттау біздің абзал парызымыз болмақ деген еді. Ал сіз осы ұсыныспен келсесіз бе? Нұртас Оңдасыновқа елімізде қандай үлкен оқу орнының немесе басқа да ірі оқу ордаларының есімін беруге болады деп ойлайсыз? Өз ойыңызды комментарийге жазып қалдырыңыз.